тойлайтын бір әулет бар. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Темірлан елді мекенде Сағымбековтер деген дәрігерлер әулеті тұрады. Ауыл тұрғындары бір жеңнен қол, бір жағынан бас шығарып, көше-көшеге бөлініп, наурыз көже пісіреді екен. Мәссаған. Көшенің басында шығып алып кәдімгі тұрып алып. Осы әулеттің келіні 25 абысыны бар Зарина Махамбет қызы әлеуметтік желіде өте белсенді. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығады. Тілдесейік, сұрақтарымызды қояйық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Мереке құтты болсын. Рахмет, өздеріңіздің де. Қазақ елі мерекелеріңізбен. Рахмет. Сіздерде мерекені ерекше тойлайды екенсіздер ғой. Өз аузыңыздан естейікші. Қашаннан бері басталды бұл дәстүр? Осы дәстүрді ұстанамыз. Жылда сол жерге белгіленген сол жер. Сол жер қай жер? Өзіміздің Темірлан ауылы, өзіміздің әулетте, көшеміздің басында, яғни жаңа көк шөптің үстінде үйімізден алашамызды, көрпешемізді, ыдыс аяқ дастарханымызды алып шығып, көжелерімізді араластырып, сөйтіп жылдағы дәстүр осы наурыз мейрамын тойлаймыз. Керемет, неге үйде тойламасқа? Әлде мынау далада тойлаудың бір құпиясы бар ма? Көпшілікпен тойлағыларыңыз келе ме? Наурыз өзі бізде күн өте жылы болады. Сондықтан далада емін-еркін, жұқа киініп шығып, бір-бірімізбен араласып, көшеде жүрген адамдарды да шақырамыз. Былай-былай өтіп бара жатқан адамдарды шақырып, дәм татқызып, үлкен кісілердің батасын алып, солай өткізген қызығырақ сияқты. Балалар да еркін. Тамаша. Ал қашан басталды бұл дәстүр? Бұл бізде бұрыннан осылай, мен